Басшының өзгеруі туралы хабарлама. EGOV.kz порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте бизнеске бөлімін таңдаңыз. Бизнесті тіркеу және дамыту. Бизнесті тіркеу және жою батырмасын басыңыз. Басшының өзгеруі туралы хабарлама қызметін таңдап, онлайн сұрау батырмасы бойынша өтіңіз. Бірінші қадамда қажетті қызмет түрін таңдаңыз. Заңды тұлғаның пісін көрсетіңіз. Деректерді толтырыңыз. Өтінімге қол қоюдың қолжетімді әдістерінің бірімен қол қойыңыз. Әрі қарай келісу беті шығады. Екінші тарап жеке кабинетке түсетін өтінімге келісу беру керек. Сіз өзіңіздің жеке кабинетіңізде көрсетілген уақыт ішінде келіп түсетін өтінімді өңдеу туралы хабарламамен таныса аласыз.